Жәңгір Хан университетінің соңғы 2 аптадағы жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамыз. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Мерекеге орай облыс орталығындағы Нұрсұлтан Назарбаев даңғылында мекемелердің қатысуымен шеру ұйымдастырылды. 200-ден астам ұжым қатысқан ашық аспан астындағы шеруде ұйымдар салтанатты түрде таныстырылды. Сан алуан түрлі түсті шар, бірлік пен татулықты ту еткен сөздер ұстаған мекеме ұжымдары, қоғамдық бірлестіктер, облыстық ассамблея мүшелері, ардагерлер мен жастар ұйымдары және қала тұрғындары мерекелік әнмен Елбасы даңғылы бойында жүріп шықты. 50 мыңнан астам адам қатысқан шеру соңында Абай алаңында мерекелік шара өтті. Сондай-ақ облыс әкімі Алтай Сидырлы Көлгінов өңір жұртшылығын мерекемен құттықтады. Аталмыш шарада Жәңгір Хан университетінің атынан шыққан мыңға тарта білім алушы шеруінде қатысушылар мен шаһар тұрғындарына оқу ордамыз туралы ақпарат айтылды. Бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі бекем ел озады деген дана халқымыз ынтымақ пен татулықты қастер тұтқан. Бірнеше ұлт өкілін бір шаңырақтың астына жиған мемлекетімізде сыйластық пен түсіністіктің негізінде тұрақтылық сақталып келеді. Ұлт пен дінге бөлінбей, Қазақстан ортақ отаны санайтын бейбіт елдің болашағы жарқын, тәуелсіздігі тұғырлы болсын. 7 мамыр отан қорғаушылар мен 9 мамыр ұлы жеңіс күніне орай Жәңгір Хан университетінің әскери кафедрасының ұйымдастыруымен әскери патриоттық шара өтті. Мерекелік шара барысында әскери кафедра студенттері әскери ұрыс түрлерінің шеберліктерін көрсетіп, патриоттық әндер орындалып, көрерменге би қойылымдары ұсынылды. Университет басқармасының атынан соғыс және тыл ардагерлеріне, ауған соғысының ардагерлеріне құттықтау хаттар мен қаржылай көмек көрсетіліп, құрмет қошеметке бөледі. Бұл халқымыздың рухын асқақтатып, мемлекетіміздің азаматтарын біріктіретін айтулы мереке. Глубоко символично, что военные отмечают праздник День защитников Отечества накануне 74-й годовщины Великой Победы. Западно-Казахстанская область, в частности наш вуз, также несли свой вклад в ее достижения. На фронт ушли 76 635 солдат из области. Каждый второй из них не вернулся домой. 40 западноказахстанцев были награждены высоким званием Героя Советского Союза. 6 ветеранов стали полными кавалерами Ордена Славы. Сегодня в области проживают и находятся рядом с нами 83 ветерана Великой Отечественной войны. Мы преклоняем головы перед ними за наше мирное небо и счастливую жизнь. Тарихында отан қорғаушылар күнінің алар орны айрықша. Кіндік қаның тамған туған жерді қорғау әр перзенттің асыл парызы, азаматтық борышы. Ендеше 27 жыл толған Қазақстан Республикасының қарулы күштер мерекесі құтты болсын. Әр әулеттің арыс несібесі артып, отбасы аман, еліміз тыныш, аспанымыз ашық болғай. 9 мамыр ұлы жеңіс күні. Жеңіс ақ ұрпақтың жарқын болашағы үшін қан майданда және тылда көрсеткен қаһармандығы мен жанқиярлы ерлігінің нәтижесі. Жеңіс күніне орай Оралдағы мәңгілік алауға гүл шоғын қойып, бабалар рухына тағзым жасауға Жәңгір Хан университеті қатысты. Соғыс жылдары республикамыздан мыңдаған азамат ұрыс даласына аттанды. Олардың батырлығы мен ержүрек батылдығы тарихымызға алтын әріппен жазылып қалды. 74 жыл бұрынғы сұрапыл соғысқа облыстан 76 635 сарбаз аттанса, олардың тең жартысы туған жерге оралмады. 40 жерлесімізге Кеңес одағының батыр атағы берілсе, 6 ардагер құрмет орденінің кавалері. Бүгінде арамызда 83 ұлы отан соғыс ардагері бар. Ұрпаққа ұлы жеңіспен өшпейтін ерлік қалдырған, бейбіт өмір сыйлап, өз өмірлерін оққа байлаған жауынгер ата жерлерімізге тағзым. Барша жеңіс жауынгерлеріне, соғыс пен тыл ардагерлеріне, ауған соғысына қатысқан ардагерлерге шексіз алғыс айтамыз. Жастардың бойында өлкенің рухани, мәдени мұра, өнер, білім, тарихқа қызығушылықтарын оятып, отансүйгіштікке баулу мақсатында Музей-Старик 2019 жобасы басталды. 16 сәуір күні облыстық тарихи өлкетану музейінде Жәңгір Хан университетінің білімді жастар ел болашағы көрмесі ашылды. Рухани жаңғыру бағдарламасы мен жастар жылына орай аталмыш жоба аясында ұйымдастырылған Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің көрмесінің айлық күндері аяқталды.
Көрмеге 55 жылдық тарихы бар оқу ордасының қалыптасып даму кезеңдері мен факультеттердің ғылыми жетістіктері, мұрағатты құжаттар, фотоматериалдар мен жәдігерлер жабдықталды. 16 сәуір мен 17 мамыр аралығында қала тұрғындары мен қонақтарының назарына ұсынылған көрмеден облыстық тарихи өлкетану музейіне келген әрбір тарихқа қызығушы, ізденуші Жәңгір Хан университетінің өткені мен бүгінін біліп, көріп тамашалады. Жәңгір Хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің экономика және бизнес факультетінің ұйымдастыруымен бірінші бизнес жоспар көрмесі өтті. 2018-2019 оқу жылының жоспарына сай экономикалық емес мамандықтарға бизнес модуль енгізілді. Экономика мен кәсіпкерлік негізгі және бизнес жоспарлар пәні оқытылып, қорытындысында білім алушылар бизнес жобаларын дайындады. Жалпы саны 773 бизнес жобасы болып, Зашаған кентінің әкімдігі мен өңірлік ірі кәсіпкерлер мен инвесторлар қатысқан көрмеге 45 жоба өтті. Олар ауыл шаруашылығы, құрылыс, IT, әлеуметтік сала, қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану және тағы басқа. Бірінші бизнес жоспарлар көрмесінің нәтижесінде 3 жобаның жұмысы қолға алынатын болды. Университет жастарды еңбекке тарту бойынша белсенді жұмыстар жүргізіп келеді. Жыл сайын студенттік құрылыс жасақтарына кіруге ниет білдірген студенттер саны артуда. Өткен жылы құрылыс жасақтарында жұмыс істеуге ниет білдірген 30-ға жуық студент 5 топқа бөлініп еңбектенді. Олар құрылыс жасағы, слесарь және сантехника, электриктер мен ветеринарлар және аумақты көгалдандыру тобы. Биыл студенттік құрылыс жасағына агрономия және машина жасау факультеттерінен 100 студентті жасыл ел құрамына қосу жоспарланып отыр. 50 студенттен 5 топ бойынша 2 лекте еңбектенетін студенттер жұмысының кестесі 3 ай, маусым мен тамыз аралығында есептелген. Студенттік жасақтардың негізгі жұмыс аумағы университет маңы. Жастар бастамаларын дамыту орталығының басшысының уақытша қызметін атқарушы Қанат Досмағамбетов студенттік құрылыс жасақтарына жазылу жалғасуда. Сондықтан құрылыс жасағының қатарынан табылуға ниетті студенттерге әлі де мүмкіндіктер бар. Сонымен қатар жасақ құрамындағы студенттер жұмыс уақыты кезінде университеттің студенттер үйінен орнымен қамтылады. 22 мамыр күні Жәңгір Хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінде семинар кеңес ұйымдастырылды. Аталмыш шара облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы, кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасы, жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы, кәсіпкерлер палатасының қолдауымен өтті. С целью разъяснения правил поступления на государственную службу Департамент агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области присутствует на данном мероприятии. С 2016 года с принятием плана нации 100 конкретных шагов внедрена карьерная модель государственной службы. Конкурсный отбор состоит из трех этапов. Первые два – это тестирование на знание законодательства РК и оценку личных качеств. И третье – это собеседование в государственном органе, где имеется вакантная должность. С 2019 года упрощены квалификационные требования к типовым должностям административной госслужбы. И для студентов есть хорошая возможность поступить на государственную службу, не имея стажа, опыта работы. На этом мероприятии мы разъяснили основные этапы поступления на государственную службу, как нужно пройти тестирование, где проходить, где регистрацию проходить на тестирование, какая программа, какую программу они должны пройти, чтобы поступить на определенные должности. Бүгінгі шарада біздер болашақ түлектерге мемлекеттік қызметке кіру ережелерін түсіндіреміз, қалай мемлекеттік қызметке кіруге болады, тестілеу кезеңдерін, тестілеу бағдарламасын, одан кейін әңгімелесу барысы туралы түсінік береміз. Биылғы 2019 жыл бастап біліктілік талаптарға өзгерістер енгізілді. Жаңағы кейбір лауазымдарға біліктілік талаптар жеңілдетілді. Осыған байланысты қазіргі болашақ түлектер, жоғары оқу орындарының болашақ түлектері деген тәжірибе болмай-ақ мемлекеттік қызметке бас маман немесе жетекші маман лауазымдарға келе алатын мүмкіндіктерін жеткіздік. Мақсаты әлеуметтік бизнес бағдарламаларын түсіндіру, түлектердің жұмысқа орналастыру бойынша кеңестер беру.
Бағдарламада агробизнес 20-20, нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-21 жылдарға арналған еңбек мемлекеттік бағдарламасы, бизнестің жол картасы 20-20, дипломмен ауылға, жастарды жұмысқа баулу, ынталандыру бойынша маусымдық жұмыстар таныстырылымы, мемлекеттік қызметке кіру тәртібі туралы баяндамалар, жас кәсіпкерлерді қолдау бағдарламаларының таныстырылымдары, түйіндеме құру және жұмыс іздеу технологиясына арналған баяндамалар мен түлектерге кеңестер берілді. 2017 жылдан бастап елбасымыздың тапсырмасына сәйкес нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 17-21 жылға арналған бағдарламасы біздің облысымызда нәтижелі жүзеге асырылып келе жатыр. Бағдарламаның негізгі мақсаты жұмыссыздарды жұмысқа орналастыру, сонымен азаматтарды кәсіпкерлікке тарту болып табылады. Бұл бағдарлама негізінен 3 бағыттан жүзеге асырылады. Бірінші бағыты бағдарламаға қатысушыларды техникалық және кәсіптік біліммен қамтамасыз ету және қысқа мерзімді оқыту. Екінші бағыты жаппай кәсіпкерлікті дамыту. Үшінші бағыты халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу болып табылады. Бұл бағдарламаның негізгі басымдықтары қазіргі таңда жастарға беріліп отыр. Бірінші бағыты бойынша жастар мәңгілік ел индустрияға серпін бағдарламасы бойынша оқуға жолдана алады, сонымен қатар қысқа мерзімді оқуларға жолдана алады. Екінші бағыты бойынша жаңа іс ашуға кредиттар, несиелер ала алады, сонымен қатар гранттар ала алады. Үшінші бағыты бойынша уақытша және тұрақты жұмыстарға орналаса алады. Соның ішінде қазіргі таңда кеңінен таралған жастар тәжірибесі арқылы жұмысқа орналаса алады. С 2009 года реализуется проект с дипломом в село. Молодые специалисты, получившие специальность, могут ехать в село, устраиваться на работу и подавать заявления в отделы экономики и бюджетного планирования районов. И альтернатива – это филиал ЦОН. Подается заявление, что на получение подъемного пособия и бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья. Размер подъемного пособия в этом году в настоящее время 70 месячных расчетных показателей, это то есть 176 тысяч, а размер бюджетного кредита на строительство 3 миллиона 787. В настоящее время на уровне правительства ведется работа по согласованию постановления о внесении изменений в постановление 183, в котором определены именно этот размер. То есть размер подъемного пособия будет увеличен до 100 месячных расчетных показателей и составит 252 тысячи. Какие специалисты могут ехать по этой программе? Специалисты социальной сферы, то есть врачи, учителя, ветеринары, работники культуры, работники спорта, работники агропромышленного комплекса. Здравствуйте! Представляем вашему вниманию обзор новостей Закату имени Женгерхана за прошедшие 2 недели. 1 мая в Уральске отпраздновали День единства народа Казахстана. В традиционном праздничном шествии по проспекту имени Нурсултана Назарбаева приняли участие более 40 тысяч горожан и представителей различных областных управлений, государственных ведомств и предприятий, трудовых коллективов учебных заведений, в том числе коллектив и обучающиеся Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Женгерхана. Участники первомайского шествия традиционно оделись в яркие костюмы и держали в руках воздушные шары, флажки и транспаранты. Первую колонну в составе областного акимата возглавил глава региона Алтай Кульгинов. Компанию ему составляли представители Ассамблеи народа Казахстана в ярких национальных костюмах. Представители культуры устроили на площади целое костюмированное представление. В качестве гостей были приглашены ветераны и почетные жители города.
Алтай Кульгинов поздравил западноказахстанцев с Днем единства народа Казахстана и отметил, что именно мир и согласие являются гарантом нашей независимости. Как отметили участники парада, представители ЗКТУ имени Женгерхана, День единства является одним из самых важных и любимых праздников в стране. Казахстан является домом для более 130 национальностей. Благодаря аккумулированию множества культур сформировался свой особенный менталитет и тот самый настрой, который присущ только казахстанцам. Каждый из этносов уникален, но все вместе это единый народ Казахстана. 8 мая в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Женгерхана отпраздновали 27-летие образования Вооруженных сил Республики Казахстан. По традиции, представителям военной кафедры вуза было подготовлено праздничное мероприятие, в рамках которого состоялась выставка образцов оружия. Продемонстрировано боевое мастерство и строевая подготовка курсантов. На полевой кухне приготовлена солдатская каша. Организован праздничный концерт. В своем поздравлении к участникам праздника ректор ЗКТУ имени Женгерхана Аскар Наметов отметил символичность того, что военные отметили праздник День защитника Отечества накануне 74-й годовщины Великой Победы. Глубоко символично, что военные отмечают праздник День защитников Отечества накануне 74-й годовщины Великой Победы. Западно-Казахстанская область, в частности наш вуз, также несли свой вклад в ее достижения. На фронт ушли 76 635 солдат из области. Каждый второй из них не вернулся домой. 40 западноказахстанцев были награждены высоким званием Героя Советского Союза. 6 ветеранов стали полными кавалерами Ордена Славы. Сегодня в области проживают и находятся рядом с нами 83 ветерана Великой Отечественной войны. Мы преклоняем головы перед ними за наше мирное небо и счастливую жизнь. От имени правления университета ветеранами университета, участниками войны, труженикам тыла и вдовам погибших воинов были вручены поздравительные открытки и денежные подарки. 9 мая коллектив и обучающиеся ЗКТУ имени Женгерхана приняли участие в праздничном параде, приуроченном 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мая в здании областного краеведческого музея состоялась торжественная выставка Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Женгерхана. Напомним, с начала текущего года в рамках Года молодежи сотрудники краеведческого музея инициировали проект «Музей Старт-2019», в рамках которого предоставляют площадку для экспозиции высшим учебным заведениям региона на 1 месяц. В течение этого времени вуз может выставлять свою экспозицию, при этом охватить историю и современную жизнь. Выставка ЗКТУ имени Женгерхана стартовала 16 апреля, где вниманию жителей области были предоставлены порядка 270 экземпляров, среди которых научные исследования, разработки, проекты ученых и обучающихся, спортивные достижения, фотографии знаменитых выпускников, демонстрировались видеоролики о работе университета. По словам сотрудников музея, в течение месяца выставку ЗКТУ имени Женгерхана посетили сотни горожан и гостей города. 2018-2019 учебного года в образовательные программы неэкономических специальностей был внедрен модуль «Организация бизнеса», включающий 2 дисциплины – основы экономики и предпринимательства, бизнес-планирование.
Завершением модулей являются разработка и презентация бизнес-проектов обучающимся. Всего по университету обучающимся было разработано 773 бизнес-плана. На выставке с участием потенциальных инвесторов и акимата Закчаганского сельского округа были представлены 45 проектов по отраслям: сельское хозяйство, строительство, IT-сфера, социальная сфера, сфера обслуживания, общественное питание и другие. Цель проекта – обеспечить развитие новых форм и механизмов интеграции науки, образования и бизнес-сообщества в условиях инновационного развития. Участие в выставке приняли акимат Зачаганского сельского округа Западно-Казахстанской области, представители фонда «Даму», Национальной палаты предпринимателей СПК «Урал», ППС и обучающиеся ЗКТУ имени Жангирхана. По результатам выставки студенческих бизнес-планов на рассмотрение финансирования инвесторами были отобраны 3 проекта. ТОО «Сервис Плюс» рассматривает бизнес-проект производства мяса индюка в Западно-Казахстанской области. ИП «Жангирхан» готов финансировать бизнес-проект «Термос-теплица студентов» на основе совместной доли участия в бизнесе. Акимат Зачаганского сельского округа рассматривает применение технологий установки энергосберегающих ламп в подъездах многоэтажных домов города. Вот уже несколько лет университет ведет активную работу по привлечению молодежи к трудовой деятельности. В прошлом году работать в стройотрядах изъявили желание порядка 30 студентов с вуза. В этом году в студенческие отряды планируется набрать до 100 студентов ЗКТУ имени Жангирхана, факультета агрономии в отряд Жасыл-Ель и ФСТО, соответственно, машиностроительного факультета. График работ рассчитан на 3 месяца с июня по август, согласно которому работать студенты будут в 2 потока по 50 человек. Основной фронт работы студенческих трудовых отрядов будет расположен на территории университета. Как отметил руководитель Центра развития молодежных инициатив ЗКТУ имени Жангирхана Канат Тусмагамбетов, заработная плата бойцов составит от 55 до 60 тысяч тенге. Кроме того, этим студентам будет предоставлено жилье в Доме студентов университета на весь период работы. К слову, в данный момент список бойцов стройотрядов только формируется, поэтому у желающих еще есть время успеть записаться в 1 или 2 поток. Қызметкерлер мен білім алушылар, факультет теледидарлар арқылы Жангирхан университетінің тыныс тіршілігімен таныстырып, оқу ордасындағы жаңалықтарды тарату жұмыстары басталды. Енді ғылым, білім, өнер мен мәдениет, спорттағы жетістіктеріңізді көпшілікке жариялап, құттықтау, жылы лебіздеріңізді білдіруге, хабарландыру мен жарнама берулеріңізге болады. Мекен жайы медиа орталық. 24 сәуір күні басқарма төрағасы ректор Асқар Наметовтың бұйрығы негізінде Жангирхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінде қоғамдық штаб құрылды. Мақсаты білім алушылардың арыздары бойынша немесе басқа да ақпарат көзінен алынған мәліметтер негізінде университетте сыбайлас жемқорлық фактілерінің алдын алу. Құрметті оқытушылар, қызметкерлер мен білім алушылар, сіздерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы нөлдік төзімділік қалыптастыру бағытындағы қоғамдық штаб жұмысына белсене атсалысуға шақырамыз. Сыбайлас жемқорлық фактілері анықталған немесе кездескен жағдайда көрсетілген мекенжайға хат жолдай аласыз. Қоғамдық штаб мекенжайы бас ғимарат 223 аудитория. Теперь каждые 2 недели по пятницам мы представляем вашему вниманию обзор новостей университета, а также блок поздравлений и объявлений преподавателей, сотрудников и обучающихся вуза. У вас есть возможность бесплатно размещать объявления в ленте, поздравить коллег и однокурсников с личным и государственными праздниками, достижениями и победами. Для этого необходимо подать текст поздравления и фотографию адресата, для колонки объявлений подать текст объявления, иллюстративное фото или видео. По всем вопросам обращаться в кабинет 228 главного корпуса университета или позвонить по внутреннему номеру 142. Құрметті туған күн иелері, сіздерді мамырдың мамыражай күндеріне дөп келген төл мерекелеріңізбен, ыстық ықыласпен құттықтаймыз. Жаңа жастарыңыз жағымды жаңалыққа толы болып, толайым табыс әкелсін. Шаңырақтарыңыздан шаттық кетпей, жұмыстарыңыз жемісті болсын.
кернеп тур жаным, арасында дос жарың туыс туғаны.